Армысыздар, құрметті көрермендер. Биылғы керемет шарша биіктігі 20 метр. Бұл қараша айының соңғы жұлдыздарында Төнстад ауылынан арнайы әкелінді. Расмуссен транспорт, BG Эгисон коммуналдық қызметі және полицияның білікті мамандары сол күні кешке өз еркімен жұмыс істеп, Норвегияның ең әдемі шаршасын алаңға жеткізу үшін бар күшін салды. Айтпақшы, қалада бір әзіл жүрді. Биыл июль биге қазақ жанұясы келеді дегенді естіп, кішкентай шарша жарамас деп ең үлкенін, ең сәндісін таңдапты. Осылайша біздерді Эгисон қаласы өзінің рождестволық мерекесіне шақырды. Сол рождество жәрмеңкесін бізбен бірге тамашалаңыздар. Ал қиындыққа қарамай осы үлкен әдемі шаршаны алып келген азаматтарға алғыс айтамыз. Енді Эгисон қалашығы толықтай жаңа жылдық көңіл күйге дайын. Біздер Эгерсунд деген қалашыққа кетіп бара жатырмыз, яғни рождестволық базар. Соны қазір барып түсіреміз. Барлығымыз жанұямызбен кетіп бара жатырмыз. Эгерсунд қаласында кездескенше. Бүгін біз Норвегияның ең рождестволық қаласы Эгисон Юльбиға барамыз. Бұл жер туралы көп естимін. Енді өз көзімізбен көрейік деп шештік. Жүріңіздер, влог форматында бірге аралайық. Эгисон қалашығы Ставангер қаласынан шамамен пойызбен 1 сағат 20 минут жерде, ал машинамен 1 сағаттан аса уақыт жерде орналасқан шағын қала. Бірақ Рождество кезінде ол нағыз ертегіге айналады. Бұл жәрмеңке Норвегиядағы ең танымалдылардың бірі. Жол бойы Норвегияның тамаша табиғатын көзіміз тамашалап отырды. Міне біздер Эгерсунд қаласының рождестволық жәрмеңкесіне келдік. Қараңыздар, қандай күшті. Шаршаны қараңыздар. Жайқалып тұр желде. Концерт болып жатыр екен. Алғашқы секундтан ақ атмосфера керемет, шамдар, музыка, адамдардың көңіл күйі бәрі бірден Рождество рухына кіргізеді. Har ikke røst, ikke vinner. Tusen takk! Tusen takk! Не бер? Аяз ата? Мынандай соратын конфет. Тоймай саған да? Бұл жерде бәрі қолмен жасалған. Норвегияда жергілікті шеберлерден сыйлық алу ерекше дәстүр болып саналады. Мына тоқылған шұлықтар мен ағаш ойыншықтар қандай әдемі. Заринаның туған жері, Нидерландының өнімдері. Содан бірдеме алып кетейік деп тұрмыз.
түрлі Нидерланды өздеріңіз білесіздер. Түрлі ірімшіктермен, өздерінің ірімшіктермен. Гауда бар екен. Күшті да Гауданың ірімшіктері. Жасылда ірімшік, базиликтен не қосылған. Pasta, eggs. Мына ағылшындардың несіне барамыз? Базарына. Бір-бірден аласыңдар. Қайсыны аламыз? Мынадан алайық? Al. Ananen al. Біреуін. Ар жағындағысын ал, қызым. Әрине, кемпір қосақты қалай қасынан өтіп кетеміз. Енді шығамыз. Түрлі қолдан тоқылған дүниелер. Бұл не? Бұл пайт. Құбыр. Сырты тәтті, е? Сырты тәтті. Мак сияқты. Бұл Орео. Жапыр. Дәмі неге ұқсайды? Ішіне сияқты. Кәдімгі бөлке, е? Тесто, бірақ сыртына... Мак істеген. Тәттілер. Сүйетке. Сені қолын таза. Ал, қандай дәмі? Бауырсақтың дәміне ұқсайды деп. Бауырсақ. Бірақ ішінде джинджер бар. Мынандай картоп алды. Кәдімгі қуырылған чипс сияқты, е? Бұлай үзіп. Ащы күн. Hazır. Эгесүн Юльби жәрмеңкесі желтоқсанның алғашқы жұмасында ғана ашық болады. Әдетте 4 күн жұмыс істейді. Егер келгіңіз келсе, кешкі уақытта келу керек. Жарықтардың ең әдемі боп жанатын шағы осы шақ. Кіру тегін, тек тамақ пен сувенирлер ақылы. Көрсетілім болып жатыр ма? Қандай манақтар жүр. Несет мында? Анау. Ішімдіктері ма? Теплое вино деймін или? Иә, өздерінің Рождествоға ішетін. Юльбрюс.
қара қандай. Паровоз. Мына шыршаның алып екені соншалықты қараңыздаршы, астында тұрсын. Жаңбырдан кәдімгі қорғануға болады. Бағдарлама 6 желтоқсанға арналған, сағат 10-нан басталған екен. Біздер қазір сағат уже 6 болып қалды. Шоколад компаниялары. Гүл дүкені. Аха, гүл сатады. Мына жерде гүл сатып жатыр. Шіркін, үйімнің алды осындай гүлдерге толы болса, қандай әдемі болады, иә? Күшті. Бәрін қараңыздар, сыртқа қойып қойған. Бәрі сыртта тұр, ешкім алмайды. Ешкім ұрлап кетпейді, мен мысалға. Барлығы тұр, қақтары жазулы тұр. Сонда деген, ешкім алып кетеді-ау деп, ешкім қорықпайды. Соншалықты халық бір-біріне деп сенеді. Сағат 6 болды, жиналып жатыр жерлер. Иә, базарлар жабылып жатыр жерлер. Осылайша біз Эгисундағы рождестволық атмосфераға шомылып қайттық. Бұл жер бізге қатты ұнады. Егер Норвегияда тұратын болсаңыз, міндетті түрде бір рет келіп көріңіз. Мына барлық маркет, базар жабылды. Барлық мына сатылымдағы бутиктердің барлығы жабық. Сағат 6-да бары жиналды. Адамдар да енді жоқ, азғантай 1-2 жас жүр. Біздер енді қазір біз барып үйімізге қарай жол тартамыз. 1 сағаттай жол, сол 1 сағат жүреміз. Бірге жүріп аралап қарағандарыңыз үшін рахмет. Гуюл.